Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді жаңғақ дәндерінің дәмі айқын байқалатын пахлаваның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызға разрыхлитель және де ванильный сахарымызды салып араластырып аламыз. Мұздай сары майымызды салып үгітілмелі қамыр дайындаймыз. Содан кейін үстінен қаймағымыз бен жұмыртқаның сары уызын салып қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырды пакетке салып, оқтаудың көмегімен тегістеп жайып алып, 1 сағатқа холодильникке жібереміз. Осы әдіспен жасасаңыздар, қамырларыңыз тез салқындап, жұмыс жасауға өте ыңғайлы болып келеді. Енді начинкасын жасауға кірісеміз. Жұмыртқаның ақ-уызына қантымызды аз-аздан сала отырып, миксерлейміз. Формасын ұстайтын меренга пайда болуы керек. Блендердің көмегімен дәндерімізді ұсақтап аламыз. Холодильниктен шыққан қамырымызды 3 бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Содан кейін үстінен меренгамызды 2 бөлікке бөліп, тегістеп жаямыз. Меренганың үстінен ұсақтап алған дәндерімізді себеміз және де изюмдарымызды сеуіп шығамыз. Содан кейін үстінен екінші слой қамырымызды қоямыз. Тура жаңағыдай әдіспен меренгамыздың жарты бөлігін жағамыз, дәндерімізді себеміз, изюмдарымызды себеміз. Үшінші слой қамырымызды жауып, бетіне жұмыртқаның сары уызы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Пышақтың көмегімен қатты баспай форма жасаймыз. Және де жаңғақтармен бетін әрлейміз. 180 градус қызған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар.